Сәлем, мен құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Алма, және бұл менің ас үйім. Бүгін мен сіздерге рецепт көрсетемін. Өте оңай, сіздердің барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бірақ мен оны аэрогрильде жасаймын. Бүгін өзім де көремін, жаңа қасымда тұр, артымда тұр, көріп тұрсыздар ма? Өзім де көремін, қалай тауықтың санын пісіретінін, және де сіздерге көрсетемін. Бұл аэрогриль менде уже 5 күн. 5 күннің ішінде біз бұған стрипсы жасап көрдік. Ол стрипсы де ол жаңағы тауықтың төс етінен, иә. Және де әртүрлі микс қылып көкөністерді аэрогрильде пісіріп көрдік. Бізге қатты ұнады. Және де бұл аэрогрильді жалпы алған себебім, менің қазір үлкен қызым Мансурочка уже тамақ істеп, сондай нәрселерге қызыға бастады. И сол мен жоқ кезде осындай тауықтың етінен сондай бір оңай бір рецепттер болады ғой. Соларды өздері істей берсін, өздері тамақтарын істеп, өздері жеп, өздері жинап, барлығын сөйтіп, короче, тәуелсіз болсын деп кішкене, иә. Солай аэрогрильді сатып алдық. Маған ұнап қалды қалай көкөністерді пісіретіні, ұнап қалды қалай жаңағы картошка фри бар ғой, бірақ біз оны майға істемейміз, иә. Майды кішкене ғана қосамыз, жарты үлкен қасықпен ғана, атак. Соның өзін қазір балаларым өздері жасай беретін болды. Мен өте қуанып жүрмін оған. Және де енді бүгін тест бізде, тест-драйв. Мынандай тауықтың сандарын, сирақтарын қалай пісіретіні маған өзіме де қызық. Жарайды. Бұл енді біреуі. Мына жерде қасымда тағы бір кастрюль тұр. Бұның ішінде сүт. Бұл сүт өте керемет сүт. Қазір осы туралы айтып беремін. Бұл ешкінің сүті. Неге ешкінің сүті? Менің абысыным осы ешкінің сүтін ішіп, кішкене ғана ішті, 1 айда ішкен шығар, или 2 ай ма, өзінің гемоглобин өте жақсы көтеріп алды. Мен соған қызықтым дағыны, ешкінің сүтін сатып алдым. 1 емес 75 литр заказ бердік. Өткені мен бірінші өзім ішіп көрдім, балаларыма беріп көрдім, смотрю, 2-ші күн, 3-ші күннен бастап, уже біздің кожамыз однотонная, красивая, сияющая, күшті екенше, шынымен де гемоглобин адамға жетіспеген кезде көздерің асты қарайды немножко, ол бар, сол кетті. Менің балаларымда особенно осы жақсы көрінеді. Даже 2 емес, 1 күннен кейін, мен мысалы бұны көбінесе кешке жақын ұйқының алдында берем. Сүт қылып берем, сүт күйінде айран қылып берем, немесе какао қосып берем, азанда талқанмен берем, тек қана сүттің өзін. И осы сүт бізде қазір, альхамдулилля, көп қазір тұтынып жүрміз. Менде 75 литрім бітіп қалды, одан кейін тағы да келді. Тағы да 50 литрге заказ беріп қойдық. Жалпы бұл ешкі, қай жақта тамақтанған десеңіз, өте сондай таза ауасы бар, таза суы бар, артезиан суын ішкен, әдемі шөптерді жеген. Біздің Талдықорған қаласының қасында орналасқан Бірлік деген ауылда біздің Қағида деген әпшеміз бар. Мен күйеуімнің әпкесі туған. Сол кісінің ешкілері бар, осы жылы туды, 2-еу ма, 3-еу туды. И сол сүттер, короче, келіп жатыр. Ол кісі енді кішкене бизнесі бар тағы, сол бизнесті кішкене қолдап, сүттерін бір ішіп көріп едік. Мәсаң керемет сүт. И Зейнеп менің абысыным, жаңағы гемоглобины көтерілген. И соны да есіме түсті, короче, давай закажем побольше деп, қасындағы морозилканы толтырып тастадық. Короче, осы сүтпен мен бүгін не жасаймын? Сіздерге йогурт жасап көрсетемін. Ол йогурт жасауға менде осы мына аэрогрильдің қасымда, мен көріп тұрмын жоқ па, ақ бір кішкене бір зат тұр, ол менің йогуртницам. Йогуртницаны мен 2025 жылдың қысында алған тұғым, ол уже менде уже 1 жылдан асып кетті. Өте керемет зат, сіздердің барлықтарыңызға рекомендую. Йогуртница мен ойымша барлық қазақтың үйінде болу керек. Өйткені айран, жай ғана айран істеуге өте қолайлы, өте дәмді болып шығады. Мен мысалы айран істемеймін әрине. Өткен біздің балалар айранды қатты ұнатпайды. Мен закваскалар сатып аламын Озоннан, и сол закваскалармен йогурт жасаймын. Йогуртница менде 2 литрлік, және қандай закваска қазір сізге көрсетемін, барлығын Озоннан сатып аламын, Каспийдан да сатып аламын, бүкіл жерден сатып аламын. Маған неге йогурт ұнайды, соны айтып кетейін. Өйткені жай айранның ішінде, оның ішінде кефирная закваска деген болады. Ол өте сондай көп кездесе беретін жаңағы бактериядан жасалады да. Ал йогурттың, мысалы, закваскалар сатып алсаңыз, мысалы, оның ішінде әртүрлі бактериялар болады, лактобактериялар. Мен мысалы қазір ацидофилинді ішіп жатырмыз, қазір болады енді. Енді ацидофилин біткен соң, мен тағы нарине деген, қайтадан соған келем ау деймін. Өйткені нарине бізде өте, прям балалар өте қатты жақсы көреді.
тағы мен осының алдында, короче, неге мен бұл йогуртницаны сатып алдым? Кішкене ғана история айтып берсін. Осы 1-2 жыл бұрын доктор Берг деген доктор бар, немесе влогер, ютубтан көрсеңіздер болады. Соның бір видеосы шыққан, реутери лактобактериясы туралы, содан қалай йогурт жасауға болады. Және де ол сондай күшті, керемет, ол бұлшық еттерді өсіреді, ол сондай гормональный жағынан өте мықты, ол жаңағы ішек микрофлорасын күшті қылады, короче говоря, жасартады адамды. Даже морщиналарды, коллаген барлығы, короче, бар. Сол лактобактерияны ішкен дұрыс екен, мен соны жасап көрдім сразу, и сразу өзіме Пинтодан осындай йогуртница заказ бергем. Және де менде тағы бір йогуртница бар, короче, 4 литрлік йогуртница менде бар, ол қазір шкафымда тұр. И күшті нәрсе, бірақ мен қазір уже оны жасамай кеттім, хотя надо бы, я. Просто анау лактобактерия реутери өте қымбат та, сосын оған ақшаны тратить ете бергенше дедім, короче, ладно. Басқа да лактобактериялар жақсы ғой деп закваскаға кетіп қалдым. Ну, короче, сегодня буду я готовить йогурт. Бүгін тауықтың сандарын жасаймын, йогурт жасаймын. И сіздерге барлығын көрсетемін. Және де мына аэрогрильді барлықтарымыз көреміз қалай жасайтын. Аэрогриль туралы айтып кететін болсам, мен оны Каспийдан заказ бердім. Несімен ұнады маған? Оның үстінде және астында қыздырғыш тендері бар. Үстіңгісі енді оказывается ол мен ойладым да енді басында. Үстіңгісін мен өз жаңағындай температурадан өзім берем, астыңғысын өзім бөлек берем деп ойлағам ғой. Бірақ оказывается үстіңгісіне ғана бере алады екенсің, ал астыңғысы жай жылытып тұра ма, или көп осылай қатты ыстық бермей ма, сондай бір короче нәрсе екен. Ну ладно, жарайды. И тағы бір плюсы, бұның гарантиясы 1 жыл емес 2 жыл. Бүкіл жаңағындай көбісінде 1 жыл екен, мынау менде китайская, но 2 жылдық гарантиясымен. Сондықтан да мен оған тағы да звондап сұрап алдым сатушыдан, шынымен де 2 жыл ма деп, я 2 жыл деді. И вот купила. Ну, ол менде өте үлкен, он 2 литрлік па сондай. Жақсы, короче, маған ұнайды. Но я хочу посмотреть, как она будет вот это вот сейчас мне жарить. Ну ладно, все. Кеттік онда ана жаққа қарай барайық. Қазір барлығын саламыз, йогуртницамызды қосамыз и бірге болыңыздар. Егер сіздерге видео ұнаса, онда менің каналыма жазылып қойыңыздар. Мен сіздерге қалай мына тауықтың сирақтарын мариновать етуді көрсетемін. Ол өте оңай. Мен ол үшін немесе айран, немесе сметананы аламын. Менде мына жақта сметана бар. Өте сонда 25% майлығы бар. Ну, обычный сметана, любой сметана, майсыз да сметана кете береді. Мен ойымша осы немножко сейчас еще добавлю. Болды. Осы жеткілікті. 2 үлкен қасықпен салдым. Және де приправалар. Менде мына жерде универсальная приправа, қара бұрыш, куркума және тұз бар. Осының барлығын қазір салып, мен осы тауықты араластырамын. Сразу қолыммен, ешнәрсе қылмайды, қолыммен араластыра беруге болады. Өзімнің үйімдегі балаларыма, отбасыма берем бұны. Солай. Сіздер, конечно, мына жерде осындай кішкене осылай надрез жасасаңыздар болады, но бірақ мен ондайды қазір жасағым келмейді. Өйткені қолым былғанып кетті, оны деген басында жасау керек. Мен жасаған жоқпын, ничего страшного. Және осының үстін мен жаңағы пакетпен жауып, орап, холодильникке салып қоямын 2 сағатқа. А так ең күштісі әрине бұл түні бойы тұрса, осындай 8 сағат, 9 сағат, мүмкін 24 сағат даже тұрса, өте сондай бүкіл соусты жаңа сепкен сметананы өзіне сіңіріп, короче, өте дәмді болады. Но ничего, 2 сағаттың ішінде де бұл жақсы маринадталады. Ең басты бетін жауып, холодильникке қойып қою керек. Ал достар, мен басында ең басты мына аэрогрильден бастағым келіп тұр. Қазір мен осыған өзімнің тауықтарымның сандарын, сирақтарын саламын. Надеюсь, будет очень вкусно. Енді бұл жаққа өте көп симайды. Және де бұл аэрогрильдің ішіндегі жаңағы ауа өте жақсы алмасып тұру керек. Өте қатты тығыз болып бір-біріне жабысып тұрмау керек. Арасында осындай жаңағы дырочкалар болу керек, ауа өтіп тұратын. Өйткені бұл ауамен жылытады, Мен мына жақта өте көп жасап қойыппын. Ну, специально жасап қойдым, өйткені балалар менде жақсы көреді. Мынандай тауықтың сандарын, міне, осы сандарды мен қазір бірінші жасап көремін. Міне, көріп тұрсыздар ма? Көрінетін шығар, И мына жақта менде қалғаны қалды. Бұны келесі партиямен жасаймын. Ешқандай май қосқан жоқ. Сонысымен маған ұнайды аэрогриль. Так, мына жерде сандардың несі бар. И міне. Так. Аэрогрилім қосылды. Енді мына сандарды басқа жаққа қоя тұрамын да. Мына жерде менде мынандай әдемі
менің помощницам, менің красавицам, помощницам менің, ол йогуртницам мен осындай. Бұның ішінде кішкентай нелері де бар, анандай баночкалар бар, бірақ маған ол өте ыңғайсыз, оның әрқайсысын жуу керек, әрқайсысын стерильдеу керек. А мына мен өте оңай жасай салу. Мен бұны жаңа жақсылап тұрып жудым. Енді реутериді жасамасаңыз, обычный йогурт жасауға жақсылап жусаңыздар жеткілікті. Менің ойымша керек емес, оны стерилизовать етудің керегі жоқ. Енді осы йогуртницаға мен мына керемет ешкінің сүтін құямын. Жалпы бұл йогуртница келуімен қосқанда маған 6 000 теңге болды. Шынымды айтайын, өте күшті. 12 күннің ішінде келді. Бір емес, тура осындайдың екіншісі де бар менде. Және де міне қараңыздар, менде мынандай ацидофилин деген бактериялық закваска бар. Бұның ішінде 10 штук, озонда толып тұр. 30 литрге арналған, бір ішіндегі стикі 3 литрге арналған. 3 литрлік сүтке, немесе овсяное молочко дейді ғой. Ең басты сіздердің сүттеріңіз қатты ыстық болмау керек. Енді білетін шығарсыздар, айран істеп көрген қыз-келіншектер, тәтелер болса, олар біледі. Қатты ыстық сүтте бұны жасауға болмайды. Менің сүтім суыды. Жалпы, давайте сіздерге көрсетейін. Міне, сүтім менің суыды. Мысалы, еріндеріңізбен көресіздер, жаңағы сүтті. Еріндеріңізге нормально болса, онда сүттеріңіз жақсы суыды деген сөз. Енді міне, мен заквасканы ашамын. Өмірлеріңізде бір рет хотя осында закваскамен істеп көрсеңіздер, күшті. Өйткені бұның ішінде бактериялар, қазір сіздерге оқып беремін, қандай бактериялар бар, если бар болса мынаяқта. Бар екен, қазір оқып беремін. Міне, барлығын салдым. Жалпы бұл 3 литрге арналған. Егер де сіздерде осындай йогуртница жоқ болса, онда жылы жерге қойып қоя саласыздар. Тем более қазір жаз келе жатыр, жылы жерге қойып қоясыздар. И қаншалықты ұзақ тұрса, соншалықты ішіндегі бактериялары көбейеді. Мен мысалы бұны, енді қазір бізде қанша болды сағат? Бізде қазір сағат 17:40. Мен бұны ертең азында бірақ берем балаларыма. Сіздерге ертең шығады видео. Бүгін қанша сөзі? Бүгін 11 май. Мен сіздерге видеоны 12 майда шығарам. Ал тауықтың сандарын бүгін қазір көреміз, Алла қаласа. Так, міне жақсылап тұрып араластырдық. Даже бар ғой, мен қазір екінші йогуртницамды да салып қоятын шығармын, өткені. Что-то хочется йогурта. Болды, міне, достар. Қазір мен йогуртницамды қосамын. Бұл енді китайский болған соң, бұған мынандай көріп тұрсыздар ма? Не керек? Переходник. И вот, қосамыз. Мен бұны, мына жақта бар, температурасын теңшеуге болады. 39 градусқа 14 сағатқа қойсам жеткілікті. Ертең азанда маған бұл дайын болып тұрады. 12 сағатым таңғы 5, және 14 сағатым 8-де уже дайын болады. Міне, ешқандай қиындығы жоқ, рас па? Ал көрейік, енді ацидофилин, именно осы свой йогурт деген фирманың ішінде, мынандай ацидофилин деген бактериальный заквасканың ішінде қандай бактериялар бар? Составында стрептококус термофилус, лактобациллус дельбургский, булгарикус, болгарская палочка ғой ол. Лактобактерис ацидофилус и лактобациллус казей дейді. Казей білін тоже өте күшті лактобактерия, так что советую. Осындай нәрсені алсаңыздар, бұл өте қатты қымбат емес, 2 000 теңге тұрады, бірақ 30 литр йогурт жасауға. Осы именно ацидофилин кішкене осындай тегучий екен, маған қатты ондай ұнамайды, бірақ попробовать взяла и нормально. Балаларым жеп жатыр, іштері еш нәрсе болып жатқан жоқ. Бір ғана носы бар, айтып кетейін сіздерге. Бір ғана носы бар, осы ешкінің сүтінің, ол кішкене ішті қатырады. Өткені қарап тұрсаңыздар, жалпы не даты? Күшті, бұл темірді күшті көтереді ғой организмді, мысалы жаңа железо дефицитный анемия болған кезде осыны ішсе жақсы көтереді железаны, и не айтам, сондықтан да мысалы железо ішсеңіздер, аптекадан железо содержащий препарат аласыздар, ішкен кезіңізде сіздердің іштеріңіз одан да қатады. Өйткені железо жалпы ол ішті қатыратын нәрсе. Сондықтан да мынау ешкінің сүті ішті кішкене қатыруы мүмкін. Өйткені ол железо содержащий компоненттер бар деп айтсам болады ма, қалай айтсам болады. Короче, достар, железо содержащий болмаса да железоны көтеретін компоненттер бар. Достар, мен сіздерге өзімнің білгенімді барлығын айттым. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Короче, если сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Каналым ұнаса, менің каналыма жазып қойыңыздар. Ал мен енді қазір күтемін. Қалай дайын болатынын қазір сіздерге көрсетемін. Достар, бары 35 минут тұрды. Бірінші 20 минут тұрды, сосын мен тағы да қойдым. Менің ойымша піскен сияқты. Менің түсінгенім, бұны ручной настройкаға қою керек екен. 200 градусқа сразу 35-40 минутқа, 35 минутқа даже. Енді көреміз енді, мен бұны енді алдым ғой. Жалпы светті көп жемеу керек, соны көреміз енді. Қанша светке төлейтінімізді. Қараңыздар да, мынау енді өте кішкентайлар. Менің ойымша бұлардың іші пісті. Піскен сияқты қазір жеп көреміз. Мына
ортасын ашқандарым пісіпті. Қараңыздар, нормально барлығы пісті. Ну, в принципе, мне понравилось. Маған ұнады. Тез, оңай, кішкентай балаларды жасай бере алады. Ну, кішкентай емес, енді үлкен, менің қызым, үлкен қызым уже 6-шы класты бітейін деп жатыр. Очень даже нормально жасай алады. Мысалы, мен бір жаққа кетсем, жұмыстарымен бір жаққа қалаға шығып кетсем, қызыма айтсам, мысалы, без проблем жасай алады. Давайте енді дегустировать. Так, давайте мен наны жегім келіп тұр. Іші. Ну, короче говоря, бұның іші пісіпті. Шынымен де хрустящая корочкасы бар. Бұл жалпы хрустящий болу керек корочкасы, бұның ішінде піскен, аэрогрильдің ішінде піскен заттардың. Бұның бір приколы, бүкіл лишний жир, майлар жаңағында керек емес, барлығы осы астындағы дноға жаңағы ақ кету керек, және бұл майсы сондай бір нәрсе болып шығу керек. Өте дәмді, маған ұнады. Ішін көрейін қазір, ішін. Өте жақсы. Міне, пісті. Өте үлкен крупный болса, тауықтың сандары, онда ортасын кесіп қойған дұрыс екен. Сол кезде жақсырақ пісер екен. Ал мында кішкентай орташалары без проблем пісе береді. Бекер енді ашыппын ортасын. Бағана ашқан кезде ондай қаныш нәрсе аққан жоқ. Сол достар. Ал мына йогуртымда мен келесі видеода сіздерге көрсетемін. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Ал достар, міне біздің аэрогриль вердикт. Мен не айтамын? Тауық өте дәмді болып шықты. Прямо анау базарларда сатады ғой, бір өзіңе ұнататын бір гриль сататын жерлер болады ғой. Содан бір часто алып тұратын. Тура сондай гриль, даже одан да дәмдірек, хрустящая корочкасы бар, күшті болып шықты. Мансур, әперкеш, сен жеп көрдің. Сен айт. Қалай саған ұнады ма? Маған ұнады. Саған газда пісірген тауық ұнады ма, или аэрогрильдегі ма? Маған аэрогрильдегі пісірілген тауық ұнады. Неге? Өйткені ол, қалай айтсам болады, бір сочный. Іші сочный, ал сырты қытырлақ. Ал достар, бірақ сағат қалды, бірақ менің йогуртым дайын. Қазір келесі күннің азан сағат 7-сі. Қараңыздар. Міне, көрдіңіздер ма? Керемет шыққан. Міне. Енді мен бұл йогуртты кішкене мына сары суын төгіп тастаймын. Маған ұнайды, қоюлау болған. Немесе осы сары сумен араластырып жесеңіздер болады. Міне. Кейбір кезде ацидофилиннің йогурты осылай созылып тұрады. Ол нормально, өйткені бактерия сондай. Ацидофилдің бактериясы сондай. Өте керемет шықты. Қараңыздар. Қаншалықты йогуртницада ұзақ тұрса, енді слишком ұзақ тұруға болмайды, но бір күн 12 сағат, 14 сағат, мысалы, реутери йогурты тіпті 36 сағат тұру керек йогуртницада. 37-38 градуста. Ал мынау енді обычный йогурттар ғой, бұның өзін мен 14 сағатқа қойып қойдым. 8 сағат максимум бұны ұстау керек. Но мен 14 сағатқа қойдым. 13 сағатқа дейін. Өте керемет йогурт болып шықты, достар. Всем советую осындай йогуртницаны алып, именно закваскамен, әртүрлі мықты бактериялармен. Бұдан басқа, мен сіздерге көрсеткен бактериялардан басқа 10-даған, 20-даған түрлері бар. Барлығы да өте пайдалы. Сондықтан да сол. Ладно, достар, пока-пока.